Депутат дедің ба? Иә, парламент мәжілісіне. Парламент мәжілісіне? Иә. Миды ашты бермеш. Сен депутаттар 30 жыл болды алдап келе жатқандар бар ғой, шеттеріне сатқындар, оңбағандар. Жоқ, Нышан аға, біз халықты алдамайтын депутат боламыз. Депутаттың қайсы алдам, бәрі шетінен алдап жүр ғой. Тоқма айтып берші мынаға депутат алдама жүр деп. Нышан аға, халықтың жағдайын сіз бен біз ойламасақ кім ойлайды? Халықтың жағдайы. Өзгенімізді өзіміз ойламай жүрміз. Қалай сен халықтың жағдайын ойлайсың? 30 жыл болды мен бұны үйленгеніме ше, әлі шубаны әпере алмай жүрмін. Етік туралы айтпай-ақ қой. Таштан мазың қайырмашы. Боссын, бар. Жақсы. Мен ғой кетем, Нышан аға. Егілмеген жер жетім құлдықта болған ер жетім дейді. Рух пен мінез сынға түсетін заманда ерлеріміз осылай басын төмен салбыратып отыратын болса, қаймана қазақтың жағдайын кім ойламақ, Нышан аға? Ойланып көріңіз. Что-то мен туалетке барғым келіп тұр. Баршы, миымды ашта бермеш. Ойланыңыз. Тілім май деген сәлім болғанда күн тол жаздадың ба? Неге отказ бердің? Есіңде ма, әкім болатын кезде осындай визиткадан басталып еді ғой? Қатын, сенің бір ғой, жұмысың бір ғой, пол жуу, тамақ пісіру. Кір жуу. Бар офисіңа. Бар дедім ғой мен сені. Оттай берме. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің кейіпкерлері, айтайын енді күш алып менде, отыра бермей тұсалып төрде, 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге. Біздің ауданды көрген ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Біздің ауданды көркем ететін, біздің шалдарды еркелететін, ертек айтпайтын әкім келсе екен, өмірімізді ертек ететін. Жан, қалайсың? Күшті, өздерің? Жақсы. Құрта келдің ба? Әрең таптым. Жан, рахмет. Қайдан таптың? Охота и рыбалка деген магазин. Аз болып қалмаса екен мынау маған. Жан, жұмысың қалай? Жақсы. Точно? Аха. Прям бір түрлі болып сөйлеп тұрсың ғой сен. Нормально все? Все отлично. Құрттан салып жіберші енді. Бәрін салып прям. Давай. Смешаем. На, жеші сен, что-то вообще ты исхудал, жұмыс деп. Жеші. Давай, кушай. Білесің ба, осы Афанасьич бар ғой, негізі дерзкий кісі ғой. Вообще бар ғой. Сол кісіден сен айырылма. Кушай. Я тебе еще делаю, хорошо? Білесің, мынандай өлең бар ғой. Червячок, чтобы ты не заплакала.
Фархат. Я тебе Фархат. Фархат Афанасьевич. Афанасыч, Ананасыч, какая разница? Мен үйім қайда? Какой еще үй? Сен мені нені айтып тұрған кеткенсің өзің? Маған әкім айтты. Сенің үйіңді де депутаттар шешет деді. Ал бұнда кездем сені шешет дейді. Сол мәселені шеш. Мен шешін еді? Мен шешін деді. А, ты хочешь, чтобы я разделся? Сен бір ғой. Ты что, не отмеспи? Маған әкім айтты. Сенің үйің 32-ші жылы бітет дейді. Мен оған дейін уақытым жоқ. Қазір салынып біткен үйден соны бер орнынан. Ұқтың ба? Слушай, ты меня не оскорбляй. Казак айтады. Күшіға сырабит етем. Ол қолтығын қағалады. Қанатат. Так что не оскорбляй меня. Абайдан садаға кеткір, Абайдың өлең нормально жаттап алмайсың ба? Мәңгүрт. А ты мне на русском говори. На русском. Мен сонда өз елімде орысша сөйлеуім керек па? Мәңгүрт? Тупой? Чё? Ты чё? Сам ты манкурт. Понял? Сам ты... Помогите! 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 Еще мынау стукаш терпи мынау. Қолыңды шошатпа, Вот я стану депутатом. Депутатом стану. Я уничтожу вас. Вот такие, как ты, уничтожают интеллигенцию, как мы. Сен ба интеллигенция, сен ба депутат болатын, ба депутат боласың. Мен тұрғанда еш уақытта депутат болмайды. Мен болам депутат. Чё? Лично. Понял? Блядь. Нышан сказал, Нышан сделал. Сен кімсің? Мені депутат қылдырықтатпайтын. Қазаннан крышка кетеді. Вот собака. Вот ұят кетеді. Оңбаған. Кофе! Солай де. Сен қай жерде оқыдың өзі? Мен Московский государственный университет, политолог. Тух. Сен сияқты ақылды азаматтар керек қой негізі бізге. Сен жаңа анау партия туралы айтып жатырмын ғой, не партия ол? Рахмет. Жоқ, рахмет. Сол партияның агитационный жұмыстарын, жаңа қағаз, оның бәрін өзіме алам, проблем жоқ. Сізде юридическое образование бар да? Бар ғой. Менде экономический де бар ғой. Сізде екеуі де бар менде, иә? Супер. Это вообще супер. Біз 7% ғана жинасақ, парламентке өтіп тұрып қой. Ойбай, 7% деген өте көп қой мынау. Жоқ, көп емес. Мен қарап шықтым, сіздің жаңағы инстаграмдағы подписчиктердің бәрі дауыс беретін болса, біз 20% аламыз. Қойшы. Иә, рас. 20%? Ойбай, болуға болады екен ғой онда, иә? Енді оған не керек енді? Бірінші, сәл қаржы керек болады бізге. Ақша ма? Иә. Ақша. Ақша кімнен асам екен, а? Абай бекеге бергем өткенде. Абайдан алайын ба? Абай үй салып жатыр ғой, бірақ. Жоқ, қаржы шешіледі. Қаржы табамыз. Мынау менің сұрайын дегенім бар ғой. Аты қалай болады партияның? Біздікі либерально-демократический партия, ЛДДП. Керек емес. Партияның аты деген бар ғой, шабыт шақыру керек қой. Адамның рухын ояту керек. Партияның атын естіген кезде адам деген партияға сүйсініп кету керек қой, сүйсіну керек. Міне, мен таптым. Ұлы дала партиясы. ОДП. Кеңнің ауызы. Мәңгүрт. Ананас. Көрсетем мен саған. Депутат болам деп мені қорқытады ғой. Мә боласың, ұқтың ба? Ана балаң өмірға деуіз. Қазір. Қазір, бір секунд. Алло? Бала, тыңда. Депутат болса депутат, партия болса партия. Мен дайынмын. Сіз кешіп қалдыңыз. Біз уже партия құрайын деп жатырмыз. Жақсы. ОДП? ОДП? Келістік. Алло. Оқшыш. Кешіп қалдың дейді ғой? Ана шала қазағың депутат болып жатқан кезде, партия құрып жатқан кезде мен оны қай жерім кем, а? Нышан сказал, Нышан сделай. Мен сендерге көрсетем,
Осы бір ғой, осы телефоннан басқа жұмыс жоқ па сенде? А? Ач ана компьютерді. Көрші, партия ашу үшін не істеу керек екен? Қандай партия? Мә бізге айтпай шахмат ойнап жүрсіз ба не? Бетін табақ бе бастап, 1 грамм мейі жоқ. Депутат болайын деп жатырмын, партияны қалай ашу керек екенін көрші. Түсінесің ғой сен, миың бар ғой. Қойшы, депутат болайын деп жатсыз ба не? Иә. Мә онда мен жұмыс істемесем болады екен ғой. Мен депутат болғанда сен қандай қатысың бар? Енді депутаттың балалары қалада 200-бен жүріп. 500-бен жүрсін, не жұмысың бар сен? Қара. Партия ашу үшін сізге ЦИК-қа барып тіркелу керек. Бол, тіркелем. Тіркелемді ертең барамда ананасты бар ғой, бітшін шығармасам, бананы қыж бермесем бар ғой, бетіме түп айташы. Қатын! Ау, не болды? Менің құжаттардың бәрін соққымай сашы. СИК, РНН, техпаспорт, машинаның техпаспорт, правамды, удостоверенің бәрін салып қойшы. Байың депутат болайын деп жатыр. Онда ана метркаңды ала кет. Бар кезде. Метрге бүкіл құжатты салшы. Аха, кәс. Қанша рет айтамын саған, телефонға, телефон бас, мына қарамайсың мына балаға, қай қатыне? Мына не телефоннан басқа ештеңе істемейді. Қарап жүр қой. Міне, сайлауға қатысушы партияларды тіркеудің соңғы күніне де келіп жеттік. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, партия ашуға 17 командадан өтініш келіп түсіп, оның тек 3 ғана сайлауға қатысуға рұқсат алған. Кешіңіз, очередь. Алло? Аға, қайда келе жатсыз? Оны Ахмет қалды. Аха. Удостоверениеңізді ұмытпаңыз. Жақсы. Келесі кім кіріңіздер? Сіздің очередіңіз ба, кіріңіз? Қарындас қазір 10 минуттан кейін бола ма? Құжаттар енді келе жатыр еді. Құжаттар дейді ғой еще. Құжаттар, мына құжаттар менікі дайын. Мына құжат. Еще депутат болам дейді ғой. Олан жүріңіз, кіріңіз. Есіміңіз кім? Шалқар болады. Өте қуаныштымын. Документтеріңізді толық алып келдіңіз бе? Құжаттардың бәрі дайын. Мына удостоверение, мына техпаспорт, мынау права, мынау РНН, мынау СИК. СИК деген аты жаман деген. Бағыңыз, мыналарыңыз не? Құжаттар ғой енді тіркелетін. Партия ашу үшін бұл құжаттар қажет емес. Онда жақсы болды. Бұлай қаша береді онда. Партия ашып сайлауға түсу үшін сізге партияға тіркелемін деген 20 мың адамның қолы қажет. 20 мың? 20 мың. Сосын Қазақстанның әр аймағына 1000 адаммен сізге съезд өткізуіңіз керек. Съезде партия төрағасы сайланып, соның атынан толық құжаттар жиналады аға. Енді түсіндім, редактың не үшін партия ашамай жүргенін. Сонда біз сияқты қара халықтар депутаттыққа түсуге болмай ма? Айтыңызшы. Редакторыңызды білмеймін аға, документтеріңізді жинап. Ертеңі айтпайсың ба? 20 минут қалғанда не айтасыңдар маған? Қайдағы 20 минут ағай? Қайдағы 20 минут? 1,5 ай болды ғой қабылдап жатқаныңызға. Өзіңіз ғой 20 минут қалғанда келіп тұрғаныңыз. Қызық адам екенсіз. 20 минут, 1,5 ай ғой. 1,5 ай. 20 мыңда, қолда 20 мың теңгемен. Сіз үйтіп әзілдемеңіз. Бұл әзілдейтін жер емес, бұл орталық сайлау комитеті. Әділдіктің қайнар көзі осы жер аға. Өте орынды. Мен де айттым сырттағы. Әзілдейтін жер емес дедім. Бұл орталық комитеті, сайлау комитеті деп айттым.
Алло, Мадижан. Жоқ, мен депутат бола алмаймын негізі. Нұреке, мынаның бәрі үйтіп қоя салатын нәрсе емес бұл деген. Мен мына... Тыңдаңызшы мені. Сен маған ренжімеші, бар ғой, депутат болғысы келіп жүргендер көп қой. Негізі бар ғой, мен сендер жаққа өтіп кетсем бар ғой. Мен ана $5000 тойынан айырылып қалайын деп тұрмын ғой. Иә, мен концертімді беріп, тыныш әнімді айтып жүре берейінші. Бірақ бар ғой, сен сияқты ақылды администратор бар ғой, маған керек. Әй, сен жұмыстарың болмай жатса бар ғой, маған хабарлас. Мен сені бар ғой, сөзсіз жұмысқа аламын. Бұл үйтіп өткізе салатын той емес, Нұреке, бүйтіп тастап кетуге болмайды. Жарты жолдан бүкіл документтің бәрін дайындап, мынаның бәрін күтіп отырмыз. Міне 10 минут қалды, 20 минут қалды. Иә, Мадижан, сен мені тыңдашы. Жақсы бар ғой, кейін хабарласамыз. Мына жақта мен тойым басталып кетті. Жақсы. Документтеріңізді жинап алып келіңіз. Мен қазір 20 минутте қол жинап келейін, Так, қатынның классастары, құдалар, жекжаттар, табақ кеттің классастары, таксистер. Өзіңіз бір қызық адам екенсіз. Қатын, табақ бет, классастар, құдалар, таксистер. 126 мың адам болды. 126. Сіз өттіңіз ба? Жоқ, құжаттан басы, мынау, удостоверениеден басқасы бір құжаттар дайын болмай шықты ғой. 20 минутте 20 мың адам жинады дейді. Қабанбай атамызда 20 минутте 20 мың адам жинаған жоқ қой. Енді не ойыңыз бар? Соны ойлап тұрмын да, мына жерге барып, донерге барып, донер дүрілдетіп жіберіп, грилге барып, грилдетіп жіберейін бе деп тұрмын. Жүрген болса, асарти бар. Асартиге барып, асар жіберсем бе деп тұрмын. Бірақ оған ақшам жетіспесе, оны дүрілдете ма деп тұрмын. Асарти дейсіз ба? Иә, асарти. Шамшанлы. Нышанаға деші? Нышанаға. Менде бір идея бар. Қандай идея? 20 мың адамның қолы, съез, тіркеңіз қарындас. Сонда қалай бағана сізде бірде бір құжат болған жоқ қой? Өйткені документтің бәрі менде болған ғой. Мен жаңадан кірдім да бұл партияға, сосын бұл кісі екеуміз бірімізді танымай, жаңа залда сөйтіп, осы документтер. Қарындас жағыңыз салбар екен, то күйеуіңіздер жіберген жоқ қой жақтар. Кешірім сұрайын. Сонда партияның руководителі бұл кісі ма? Иә. Аты жөніңіз? Уәлиев Нышан Пішанұлы. Партияның атауы? Елімай. Ұлы дала. Елімай болмаған. Елімай жақсы, ұлы дала деген одан да жақсы. Керемет ат екен. Нышан сказал, нышан сделал. Ұлы дала. Мади, сен вообще нағыз патриотсың, нағыз елім, жерінде жүрген. Тура сен мені көмекшің. Болғаның болға мен өте қуанамын. Нышан Пішанұлы, сізге бір-екі сұрақ қойсақ рұқсат па? Енді бір-екі сұрақ аз болады, қойсаңыздар, 300-400 сұрақ бірақ қойсаңыздар же. Дұрыс па? Нышан Пішанұлы, сіз партия ашып сайлауға қатысуға белді байладыңыз ба? Иә, белді де байладым, төмен жақты да байлап қойдым. Енді әзір ғой, шөтке ғой. Қиын болмаса Нышан Пішанұлының партиясының аты қалай аталмақ? Ұлы дала біздің партиямыздың аты. Аха, жақсы, керемет. Неліктен Ұлы дала партиясы бұған Төреғали Төрелінің қатысы бар ма? Оны Мади жауап береді. Жоқ, Төреғалидың еш қатысы жоқ. Ұлы дала деп қойғанымыз, себебі бұл ұлы дала деген сөз қазаққа жалпы ортаға. Ах, предатель, а? Ұлы даланы Щенок. біздің бабаларымыз Тоже с ним. аманат етіп қалдырды. Два идиота нашли друг друга. Как говорится, апамай, жездемай. Апа, мен жүздеңізге не болды? Еже, квадратқа квадрат, сократқа сократ, квадратқа квадрат. За работу. Ах, щенок, предатель, бейшара. Посмотрим, кто победит. Сүймей пендені, сүйіп теңгені, көтерген жұрттан биік кеудені, біздің ауданның барлық әкімі, ертегілердің
кейіпкерлері айтайын енді күш алып менде отыра бермей түс алып төрде 300-ді тонап желаяқ әкім жеткізбей кетті 3 әріптерге Көлтау сар әкім көлді ішіп кетті сарықтын ішіп оң күшіп кетті орнына қаңбақ шал келіп еді ұзақ отырмай жел күшіп кетті маңдайым тауға тасқа да тиді айтайын деп ем астына тиді анталап келген толағай әкім арқалап кетті 5 қабат үйді байлық пен билік шалған деседі одан да жаман қалған көшеде әкімшіліктен зейнетке шықты мыстан кемпірде алдар көседе сеніп келеміз ертегісіне көніп келеміз жер тебісіне уәдеде тұрмау кедейден ұрлау сай келмейді ғой еркегісіне біздің ауданды көрген ететін біздің шалдарды еркелететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертек ететін біздің ауданды көркем ететін біздің шалдарды еркелететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертек ететін ертек айтпайтын әкім келсе екен өмірімізді ертек ететін